мына ертең неғаған бағанағы жылқының еті алып келген. Соны қазір құдай қаласа жақсылап неге сіңдіріп қоямыз тұзға. Ертең ауылда құдай қаласа ботқа деген тамақ істейміз. Біздің жердің ең күшті сүйкімді тамағы бар. Сол ботқа деген тамақты істейміз. Соған етті алдын ала бір күн бойын салып қоямыз, тұздап қоямыз. Тұз сіңу керек жылқының етіне. Соған қазір полный бір жылқының етін құдай қаласа тұзға басып қоямыз. Тамақ істеу басталды ғой. 60 адамыңды есептеші. 60-ты 5-ке бөліндірші. 20 табақ қылайық та Қанеке. 20 табақ жесе бұда. 60 адам енді 20 табақ. 5 адамнан жеймін сонда? 4 адамнан жейді. Ойбай, 4 адамнан жейтін болса. Жарлы өлем ба не істеймін? Мынау бізде Бұл шеке ертең бір ана ата бір үлкен аталар бар 80 папасы жоқ ата тауып аламыз да береміз. А? 80-дегі ата жемен папам бар десе 130-да. 16 жыл бірақ ол үйдің кенжесі болса. Сол кезінде орақ болғасын ол ми түспейді. А потом жіп өзі алынады, иә? Піскен кезде алып тастаймыз ғой, жіпте жіп ештеңе болмайды, ол таза жіп. Менің ойымша жетеді. Бүкіл жілігі түгел, қабырғасы түгел. Қазы қосатшамыз бұған. Қазы қосамыз. Иә? Болды ғой, жетеді, әдемі жетеді. Балдар, нан. Ет салайды. Су әкел. Үшін бүгін ауылдың ақсақалдарына, ауылдың үлкендерін жинап, ас береміз. Бір мал сойдық қой енді. Бірақ енді жұрт ет асып жатыр ма бұлар деп қалуы мүмкін. Жоқ, ондай емес. Қазақстан бойынша Қазақстан бойынша екі ауданда, Сырдария ауданы, Жалағаш ауданында пісірілетін тамақ бар. Санаулы ауылдарда ғана. Ботқа деген. Жұрттар айтады ғой, бір тамақты балықтар жібер, ботқа қалдым дейді ғой. Жұрттар ботқа десе андай деп ойлайды. Негізі ең тәтті, ең жұмсақ тамақ бүгін пісіреміз ғой. Екі-ақ жерде істейді оны. Я Қызылорда облысында екі-ақ жерде істейді. Ол басқа жақта, ол Ақтау, Атырау жақта, шығыста істемейді шығар бұны, істемейтін болу керек, мен көрген жоқпын. Может, басқаша аталады, мүмкін. Жоқ, оның түрін көрген жоқпын мен ондай нәрсе. Бұл етті қайнатамыз да, піскеннен кейін соның сорпасынан жасалады ғой, тамақ. Қай кездерде пісіреді бұны, негізі праздникта ма, 22 наурызда деген сияқты ма? Бұны қарның ашқан кезде пісіріп жейсің ғой. Бұл тамақ қой енді, көпшілік қонақ шақырған кезде біздегілер енді палау тамақ істесе, біздің ауылда мысалы палау істесе, үлкен кісілер жағы жақтыра бермейді. Осы бірді құп-құрғақ, майлы қып, өзіміздің ботқаны неге істемейсіңдер дейді. Содан кейін үлкендерден, аталардан сөз естімеу үшін көбіне ауылда осы ботқа жасап жатады. Бәрі істей ала ма бұны? Бүкілдің қолынан келе ме істеу? Сен істей аласың ба? Мен істей алмаймын. Бұнда, значит, бәрін қолынан келмейді. Жоқ, енді. Горелкінің астын жақпаңдар, күйесіңдер. Қалай? Кластастар болғасын, ойнай бересің, рахат. Енді біз жақта етті арқадағыдай, жезқазғандағыдай, нағыдай бір жылқыны сала салмаймыз енді біз. Енді примерно қанша уақыт піседі? 3-4 сағатта қазір ет піседі ғой. 4 сағатта? Иә. Жас мал ғой, жас мал. Бәке, сен етті қалай жесің? Төрттісің жоқ алса, қарашы. Жей алмайсың ғой, шайнамай жұтасың. Жоқ, негізі былай болған ғой, бағана Буда барып, бәкеңді апарып, осы кісінің мәселесін шешіп келген. Сағат 3-те келіңдер, мен салып берем деген да. Үшін бейдек қазір бәкеңді апарайық стоматологқа. Буда бар. Бәке, тісін өлшеп алайық та. Сосын істете береміз ба? Жаймен істете береміз. Бірақ бүгін жей алмайсың бұны. Қапсыз ба? Неше жыл болып тісің жоқ болғанна? 5 жыл болды. 5 жыл. 5 жыл сен тіссіз өмір сүрдің ба? Е? Енді Бәке, о тісіңіз қалай түсіп қалды? Айттың ғой. Ол хикаясын айтқан жоқпын ба? Жоқ.
ұрып алдыма құлағам ғой. құлағанмын. Қараңғыда көз көрмейді, анау базға кіргенмін. Иә. енді ол сен құласаң Сөйтіп бұзау тұрып жатқан кезде баспен ұрған ғой. Бұзау баспен ұрып тісіңді алып тастады ма? түсің не қаталап жұмсақ па О, ассалаумағалейкум бей. Қалай, амансыздар, жағдай жақсы ма? Не қылды біздің жігіттің тістері? Жыратын болды ба? Иә, істейтін болдық. Қайтадан орнына келеміз ғой, иә? Орнына келтіреміз. Су жүйет қыламыз. Су жыртып қыламыз, болды ма? Иә. Все, болды онда. Көріп шықтық, не қылдық? Саламыз. Құдай қаласа орнына. Орнына бәрін қоямыз. Болды, рахмет көп көп. Ей, мағыр, бүгін тіс салып алып ше. Зубы терезеге. Терезе жаққа. Ауырмайды, қорықпа. Ана клей. Мақыр дайындал. Гипс кетті тісің. Мәңгілікке. Істеп. Құтты болсын. Істеп отыр осылай. Досым, бұзау көрсең қашып жүретін болады шығарсың енді. Бұзаумен не? Оннан 20 кетті. Бұзау сүзген кезде тісін, 4 тісін сындырып тастаған ғой. Ана барған ғой бұзауға. Бұзау көтеріп қалады. Жағына жеген ғой. Ет қайнады я, братан? Енді қазір етті қайнатып, осы құдай қаласа көбігін алып, осы еттің нағыз сорпасынан басылатын нәрсе ғой ол ботқа деген. Осы етті абыроймен қайнатып сорпасын алып алсақ, майл сорпасын. Сосын ботқаға кірсеміз. бір әдемі сөлі бәрі шыққаннан кейін бір сорпасын ішуге болады. Нағыз сорпасын сол кезде ішу керек. Деликатес осы, иә. Жуа турап. Ол енді ішіңді өткізбей мына қара сорпа организміне байланысты ол негізі қара сорпа ең жақсы нәрсе ғой. Іштегі шлактың бәрін жуатын. Сорпадан қорықпау керек. Қорықпау керек, иә? сорпадан қорықпау керек сорпадан не қылу керек сескену керек Қайсыз? просто біз жағаласып жүр ғой бір тамақ істеген жоқпын ғой әлі байқадыңдар ма Шеф-повар емессіз ба? шеф-повармын ғой былай істеңдер дейді бірақ өзі білмеймін соны Жігіттер, мынау пісті уже мынау ше, ет. Газды өшірді. Міне. Піскен. Болды. Так, бітейік еттің ағаны сүріп алайық. Пока су суы берсін. Сосын наға қазанды, сосын сорпасын анаған ауыстырайық. Осықа қазанға күшті осықа қазанға қыламыз. Давай, иә? Осы еттің сорпасына қазір ботқа істейміз. Жылқының сорпасымен. Мына полный сорпаға ма? Иә, осы. Сүзге ештемеге алмайсың. Етін сүзіп аламыз. Сосын жылқының сорпасы ғана жылқы еті. Иә. Сосын күрішке судың орнына осы сорпаны пайдаланып ботқа істейді ғой. О, ботқаның дәмі көресіз қазір. Ол жерде тек сорпа, тек күріш па? Тек күріш болады, жуа қосылады. Жуа, күріш, жылқының сорпасы осының. Сорпаның майлы сорпасымен сонымен шығатын нәрсе ғой ботқа деген. Тұрады ғой мұнда, иә? Күріш бұқтырмақ ол негізі. Бұқтырып жасаймыз ғой сол, қайнатып сол, сорпаға қайнатамыз ғой күрішті. Енді қанша дегенмен жаңа сүйегі, майда сүйектер бар ғой қазанның ішінде. Сорпаны осы арқылы құямыз. Сүзекі ғой, майда сүйектерді жібермейді. Фильтр. Кәне давай құйыңдар, мына сорпаны ана қазанды жуып тазалап, ботқаға дайындайық. Бұл ботқаны тек жылқының етімен ғана істей аламыз ба? Басқа малдың етімен? Жоқ, майлы еттен жасаймыз. Біз өзіміздің ұлттың кісілердің таңдайында тақылдап қойған осы жылқының сорпасынан болған ғой. Әйтпесе болады. Бізде енді қазір неше түрлі жағдай болады, аяқ астында болған жағдайда істеп береміз ғой енді оны. Не үшін сүзіп алып жатырық? Осының бойында қалған май қазанның қабырғасына жасып болса, нектерге бұның өзі дәм бұзылып береді да. Сосын ғой, ана өзі май ғой өзі негізі. Сол үшін сүзіп аламыз. Қытайлар жабысып қалады ғой. Мынау кейбір жақтарда сәбіз қосады. Сәбіз деген қышқыл зат қой негізі кесіледі. Бізге ұнамайды, дәмін өзгерте беретін сияқты. дәкеңді демалдыра берсек бола ма? Осы кезде ботқа болып отыр өзі. Қалжыңдаймын досым, ренжімеші. Ешқандай ренжі, бірақ ол сенің ойың. Қазір мен ана ботқаның қалай болған, дәмінің қалай болған көріп, бажама оценка беруім керек. Күріш жуатырық қазір. Осылай даяқталса, күршін жуылды. Қазір күршін салатын көреміз. 5 литр май? Бәке, сен шөйдеп пеш? 5 литр май.
бесейтін майдалып кеш. Ботқа істейтін біздің асымыз. Ешпек деп айтады. Қаза ішіне отырып аламыз. Оның опа баста. Отқаны араластыратын ескеді темір болса, үйіспейді. Құрамында химияларды аламыз. Мен солай не аламын? Hazır жоқ, ол нәрсе бар ма? Содан кейін қазір салютті көресіздер. Обязательно болады. Былай тұрыңдар. Абайлаңдар, ал балдар, ал. Сіздікін алып аш ана бетіне қаралап кеп тұрдыршы. Сорпаны құйып жатыр, иә? Сорпаны құйып жатыр. Кеме береміз, уайымдамаңдар. Сал. Бұл ботқаның ең главный жұмысы осы араластыру. Араластыру ма? Иә, жабысып қалмау керек қой. Алып кетейін, айттым ғой. Тағдыр мен қолым босамай жатыр ғой ескектен. Бұл ботқаны араластырудың өзі бір өнер ғой, бұл өнер. Оны алам уайымдама. Ауырласа айтема. Сала бер. Алған сайын осылай араластыруды керек, иә? Тоқтатып болмайды негізі. Тоқтатсаң күріш бірден өзі бағымасы ғой, жабысқылады. Күріштің дәмі бірден күріш. Мына сорпа қазір азайып жоқ болып кетеді ғой. Сорпа азайып кете ма? Азайып кетеді. Күріш тартып алады ғой сорпаны. Құрметті достар, қараңыздар, мынау уже күріш бетіне шықты. Жаңағы көп тұрған сорпа уже жоқ. Сонда енді бұны тоқтатпай осы араластырып отыру керек, иә? Тоқтатпау керек. Қазанның Сорпаны бойына күріш сіңіреді да, жарылып, бір күріш екі болады, короче. Ой, тамаша болыпты ғой, қоюланып, а? Күйдіріп алма, бабымен пісір енді. Тоқтатпа ескегіңді. Бәрі бастық әйтеуір. Пакетті бет қолыңмен сипап жерде жуансаш. Бәрі бастық ба? Ал давай, жуан салайық онда. Ал, жуасын салам ал. Мынау қанша жуа? Қанша килограмм? Сорпа құй. Неше келін ол жуа? 7 келі бар ғой. 7 келі жуасы бар. Уайымдама. 40 штук жуа ғой. Давай, ал. Кеттік. Сорпасы күйді. Ал, жуасын сала ғой, жалас. Емекен қабылдатайын. Осы жуа жарылғанша, піскенше, өзінің жұмсарғанша осы ботқаны күтеміз енді. Содан кейін өзіміз күліңкімен бұқтырып, бұл тамақтың ең дәм жеріне жетеміз. Сорпа құй бұда. Сорпа құйыңыздар, достар. Қазан толып келатыр ғой, ә? Көздерің жетті ғой. Иә, жаңа ғана қараңыздаршы, достар. Қазан скоро мынау екінші қазанға Қазан толып келатыр. бөліп атпақ. Әрқайсы жуаның өзімен бірге қанша жуаны жарады қазір күрішті. Жуада ісінеді. Жуаның негізі піскені жақсы жұмсарып, осы жуаның сөлімен осы күріш ой дәмді болады ғой. Енді осылай даканса араластырып тұрамыз, иә? Жуасы өлгенше, жуасы жұмсарады ғой өзі. Соған дейін жуаны қуырып жеген кезде қандай дәм шығады, дәл сондай осы дәм шығады, амандық болса. Бірақ енді бұда жуа сопайып тұрмайды. Жақсы бұғады ғой, сол кезде жуа почти көрінбей кетеді. Езіліп кетеді ғой жуа. Күліңкімен не үшін бұқтырамыз бұны? Сонда получается енді ештеңе қоспайсыздар, тек араластыру қалды ма? Ол тек осының несімен өзінің шығады. Болды онда, дайын болғанда көреміз ғой енді, иә? Амандық Болды онда, бұйырса. Давайте Давайте посмотрите дәмін. Тұзы. Жақсы, тұздар күшті. Кәне әкешкен көрейін. Ащы болып кетеді, шамалы мұздаған кезде бұл өзінің дәмін шығара береді. Тамаша тұзы. Болды. Мен қостым ба? Ал, ондай болса күлеңкісін дайындайық. Клёнка. Анарда көкайты бірдеңелер таптамайыздар. Жоқ, көзі кіршісі бар ма? Ішіне қаратайық. Бұл сол жылылықты ұстап тұру үшін ғой, иә? Бұйыртса осыны жейміз.
қазір 20 минуттан кейін қазір тегешке 4-5 тегешке ішіндегі тамақты алып саламыз да болды бүйтіп апар. болмайды қанеке оны бөліп саласың ба не енді қазанмен қалай көтереді бірден көтеріп машинаға жабылып қазанымен тиік. жоқ енді қазан Қазаннан бірден табаққа түскен дұрыс. 50-60 келін оны қалай көтересің сен көтеріңдер көріңдер мен белім жарамайды білесіңдер менде варикоз бар дәурен көтереміз давай Болды, көтереміз. көтереміз саламыз Болды, қалай апарсаңдар жарасады. Сораға барып Біз сорадан саламыз табаққа. дұрыс емес па? Ашамыз аман. Қалай апарсаң сол жерге барсын. енді қазір ана екеуміз бүйтеміз деп тұрған кезде ертең болып кетеді ғой істесеңдер ал давай екеуіңіз ыстық қой дәурен мынау ыстық қой Белің жарай ма? Мынау ыстық па не? иә Ағалар жерден жеп атпай күріш так былай істейік 2 мас 2 сау тұрсын сол кезде равновесие. Рублев оп бісміллә Ойлайды 84 қауқары жоқ, күш қуаты таусылған деп. Аға, кім ойлайды шаршап қаласыз. қатын ойламаса ешкім ойламайды ананы жүкс жоғарға шық жүкс көмек бер ебан Әке, мен де шығайын жоғары. давай әке байқа ей жіберіп қоймаңдар ай мен ай алпауыт қазақ жігіттері жүзу қойсай бақтияр ей мықыр регулевка деген жоқ па сенде түзуле шамалы түзу емес қой аяқтан көрініп тұр ғой Ағасы қалдыңыз ба? жоқ соның төбесінде мықыр отыра бер қасық бер қолына Так, әрі алып кететіндер дайынсыздар ма? Жағалып кет. Қуатасың қазір алыңарды. Қайсы ішесің? Ақшаны көпшайын. Яқтан бар. Ара. Бұларға реттей бер. ай қызым неғылмай бәке досым қалайсың тіс салдырып қане көрсетші тісіңді ей енді сөйлешке сөйлеуге болмай ма саған Болмайды. неге сөйлеп тұрсың қане көрсетші ей молодец досым құтты болсын тісің Мен тіс салған жуамыз Жуамыз. а Жуамыз.